Иә, шаруа табысқа шықтым. Ауылда тұратын 14 жастағы шәкіртім бар жоғы 3 айда YouTube арнасына монетизация қосып, қазіргі табысы $125 болып тұр. Яғни теңгеге аударғанда 65 мың теңге. Енді толығырақ өзінен естейік. Есімім Салтанат қызы Кәусар. Жасым 14-те. Сіздің YouTube арнада қанша оқырман бар? 24 мың оқырман бар. 3 айда табысқа шығыпсың, иә? Иә, шаруа табысқа шықтым. Ең көп қаралым жинаған 364 мың болып. 27-ақ видео екен өзі? Иә. Молодец. Мини-курсты анан алып берді ма саған? Иә, мамам алып берді. Бұрын білуші ме едің YouTube'дан табыс табуға болатын? Білмейтінмін ол туралы. Мамамдан естідім, сосын YouTube жүргізіп көрейін деп бастадым. Сіздің видеоларыңызды көрдім, сосын сізге қызығып бастадым. Осы бір канал ғана ма жүргізіп жатқан? Сол, енді бастадым. Тағы да каналдар жүргізетін ойымда бар ма? Иә, екіншісін ашып қойдым. YouTube'дан басқа да білім алдың ба? Басқа курстар оқыдың ба? Жоқ, мен тек сіздің мини-курсыңызды ғана оқыдым. 3 айдың ішінде монетизацияға жеттім. Қалада тұрасың ба или ауылда тұрасың ба? Ауылда тұрам. Өзің жасындағы балаларға не айтасың? Жалпы YouTube'дан табыс табуға бола ма? YouTube қиын ба? YouTube негізінен қазіргі таңда өте оңай, негізі табыс табысқа келетін адамға. YouTube'да қанша жастан бастап жүргізу ол маңызды емес. Өзіңіздің ниетіңіз болса, талпынғыңыз келсе, зарабат еткіңіз келсе, ол мен сияқты жастан бастап, тіпті менен де кішкентай жастан бастап бастауға мүмкіндік бар ол жақта. Сондықтан өзіме жасты балаларға айтатыным, YouTube'ды дәл қазір бастаңыздар, жүргізіңіздер, бұл өте оңай.